Ұмытылған жетістіктері. Түркі ғылымы орта ғасыр. Еуропа орта ғасырларды қараңғы ғасырлар, тоқырау дәуірлері деп атайды. Бірақ дәл осы кезеңде ілгерілеу мүлде тоқтаған жоқ десекше. Ежелгі дәуірдің жетістіктерін сақтап қана қоймай, ғылым мен техниканың дамыған өркениетінің болғанын ма? Бұл әлемдік ғылымға қосқан үлесі әділетсіз ұмытылған түркі өркениеті. Рим империясы құлағаннан кейін Еуропа діни қақтығыстар мен соғыстарға батты. Бірақ шығыста, түркі әлемінде ғылым мен мәдениеттің нағыз гүлдену кезеңі болды. Самарқанд, Хорезм сияқты қалалар, Алтын Ордадағы Қазақ хандығының жетісуі, өз дәуірінің ұлы ойлары тоғысқан білім ошақтарына айналды. 500 жыл ұмытылған прогресс. Технологияның нағыз дәуірі Еуропадан емес, түріктерден басталғанын тарих жиі айта бермейді. Еуропа көне заманның идеализмі мен қайта өрлеу өнерінде тепкілеп жатқанда, түріктер механика, астрономия, медицина, математика, алгебра, автоматика және бағдарламаланатын құрылғыларды дамытып жатты. Олардың иінді білік пен паршен сияқты өнертабыстары барлық болашақ технологиялардың негізі болды. Алғашқы робот 21 ғасырда жасалмағанын білесіз бе? Әл-Жазири, 12 ғасырдағы механикалық физик, робототехника мен бағдарламалаудың негізін салушы. Ол тарихта бірінші болып адам тәрізді робот пен автоматты музыкалық аспап жасады. Ол иінді білікті, клапандық сорғыны және ол тапқыр механикалық құрылғылар туралы білім кітабы деп жазды және Леонардо да Винчиден 316 жыл бұрын өмір сүрген. Оның еңбектері бүгінгі күнге дейін инженерлерді шабыттандырады. Әл-Каши, астроном, математик, ондық бөлшекті ойлап тапты. Ибн Сина, Жабир ибн Хайян және басқа да ислам әлемінің, соның ішінде түркі елдерінің өкілдері медицина мен алхимияның дамуына зор үлес қосты. Олардың еңбектері латын тіліне аударылып, көптеген ғасырлар бойы еуропалық медицинаға негіз болды. Шығыс ұстазы атанған Әл-Фараби логика, философия, музыка салаларындағы білімді жүйелеген. Оның идеялары Ренессанс дәуіріндегі еуропалық ойшылдарға үлкен әсер етті. Әл-Бируни өз ұрпағын жер радиусын өлшеудің дәлдігімен таң қалдырды. Ал оның география мен астрономияға деген көзқарасы Еуропа ғылымынан жүздеген жылдар озып кетті. Ол Американың бар екенін Колумб туылғанға дейін 450 жыл бұрын дәлелдеген. Ұлықбек әлемдегі ең дәл астрономиялық кестелердің бірін жасаған астроном болды. Оның Самарқандтағы обсерваториясы өз заманындағы ең озықтардың бірі болды. Өтебойдақ Тілеқа Алтын Орда мен Қазақ хандығының емшісі, ғалымы Қазақстанда алғаш рет шешек ауруына қарсы вакцина жасаған. Өңеш ісігін хирургиялық емдеуді сипаттайтын бірінші. Еуропалықтар ғылымын дамыту үшін Әл-Хорезми сияқты түркі ғұламаларының еңбектерінің аудармасын пайдаланды. Дәл оның еңбектері бүгінде программалау және басқа да нақты ғылымдардың негізін құрайтын алгебраның негізі болды. Мұраны бұрмалау. Бүгінде көптеген түркі авторлар мен ғалымдарын Еуропа тарихшылары қайта жазғанын немесе басқа мәдениеттерге жатқызғанын білеміз. Мысалы, Баласағунскийдің және басқа да көптеген ғалымдардың еңбектері ұмытылды немесе әдейі қайта жіктелді. Түркі ғалымдарын парсы, араб, тіпті басқа халықтардың өнертапқышы деп атаған, бұл тарихи шындықты түбегейлі бұрмалайды. Бұл әдейі жасалды. Түпнұсқа қолжазбалардан түркітанушы ғалымдардың еңбектері жоғалып кетті. Олардың жетістіктері басқаларға тиесілі болды. Олардың атаулары шетелдік мәдени және діни контекстке бейімделді. Бұл еуропалық өркениет қараңғы ғасырлардан Ренессансқа өздігінен секіріс жасады деген жалған әңгімені тудырды. Бірақ заманауи прогрестің шынайы іргетасы түркі өркениетінде қаланды. Антикалық дәуір идеяларды, философияны, әдебиетті ұсынды, бірақ құралдар мен технологияларды жасаған түркі әлемі болды. Математика, алгебра, медицина, астрономия мұның бәрі орталық Азияда еуропалық қайта өрлеу дәуірінен көп бұрын дамыған. Бұл білім болмаса, Еуропа алға секіре алмас еді. Қысқаша, 500 жыл бойы Еуропа құлдырау деп атаған дәуірде тек түркілер ғана ілгері жылжыды. Олардың үлесі болмаса, Франция, Англия және Германия өздерінің өнеркәсіптік революциясын бастай алмас еді. Олардың керемет дамулары болмаса, Еуропа қаламдар мен пергамент дәуірінде қалар еді. Тек түркі ғалымдары жұлдыздар мен механиктерді өз ақылдарына бағынуға мәжбүрлеген. Іске сәт. Видео ұнаса лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз.
Авторы Ғалымжан Чауетов, Қазақстан.